Саламатсыңдар ма балалар? Дүниетану пәні сабақтың тақырыбы ертеде адамдар қалай тамақтанған. Сен бұл сабақтан білетін боласың, ертедегі адамдардың қалай тамақтанғанын және ұлы жібек жолы туралы. Сабағымыздағы тірек сөз жібек жолы. Біз білеміз балалар, ертедегі адамдар нелермен қоректенгенін. Әрине олар шикі етті және балықтармен, және де жеміс жидектермен қоректенген. Суреттегі дәнді дақылдардың атауын менімен бірге атайықшы. Жүгері, күріш, сұлы, бидай, тары, қара бидай, арпа. Мінекей балалар, осындай дәнді дақылдардың арқасында бидай ұн пайда болған. Бидай ұнынан қандай тамақ түрі жасалады? Әрине, бидай ұнынан балалар неше түрлі тамақтар дайындалады қазіргі кезде. Ал ертедегі адамдардың негізгі тамақтарының бірі нан болған екен. Әрине балалар, оларда ондай мүмкіндік болмаған, дәл қазіргідегідей. Біз ұннан қазір түрлі түсті тәтті тоқаштар, неше түрлі дәмді тағамдар дайындай аламыз. Ондай мүмкіндік қазір бар. А ертедегі кезде ондай мүмкіндік болмаған. Сонымен қоса балалар, ертеде құрманы шөл даланың наны деп атаған екен. Кәне есте сақтаймыз. Нені? Әрине құрманы шөл даланың наны деп атапты. Саяхатшылар сапарға шыққанда өздерімен бірге құрма алып жүрген. Ол араб елдерінде өсіріледі. Құрма ағашының жапырақтарының ұзындығының өзі 5 метрге дейін жетеді екен. Есте сақтаймыз балалар. Қазір сендердің алдыларында карта көрсетілген. Картадағы мынау көк түсті нені білдіреді және қызыл жолақ нені білдіреді? Мұқият зер салып қараймыз. Және де мына адамдар неге осы қызыл жолдың жағасында орналасқан? Ұлы жібек жолы. Бұрынғы заманнан бастап, жер шарының түкпір-түкпіріндегі адамдар өзара сауда жасады. Бір жерде бар тауарлар басқа жерде болмады. Сондықтан оларды сатып алушы адамдарға жеткізу керек болды. Осылайша сауда жолдары қалыптасып, асыл тастар мен металдарды, емдік шөптер мен хош иісті заттарды, азық-түліктерді, малды, бағалы мата мен терілерді тасыды. Сауда жолының бойында базарлар мен жәрмеңкелер пайда болды. Сауда жолы Қытай және басқа елдерді, қалаларды, халықтарды бір-бірімен байланыстырды. Осылайша ұлы жібек жолы пайда болды. Сабағымызды қорыту мақсатында балалар, мен сендерге тест дайындадым. Мен қойған сұрақтың сендер бір ғана дұрыс жауабын анықтауларың қажет. Бірінші сұрақ: ертеде құрманы шөл даланың несі деп атаған? Әрине, наны деп атаған. Екінші сұрақ: Қытай мен басқа елдерді байланыстырған не? Әрине, Б нұсқасы ұлы жібек жолы. Үшінші сұрақ: ертедегі адамдардың негізгі тағамдарының бірі не? Әрине, ол нан. Жарайсыңдар балалар. Дәптермен жұмыс 50-ші жұмыс парағы 52-ші бет. Тапсырмада өзен маңына қоныстанған ежелгі адамдар немен айналысты деп ойлайсың? Суретін сал.